Көп адам мұрнынан қан ақса, басты артқа шалқайту керек деп ойлайды. Бірақ басты шалқайту арқылы қан тамаққа, содан кейін асқазанға кетіп қалуы мүмкін. Бұл құсуға, тіпті қан тыныс жолына кетсе тұншығуға да әкелуі мүмкін. Оның орнына тік отырып, сәл алға еңкейіп, мұрын сүйегінің астыңғы жұмсақ жерін қысып тұру керек. Бұл қан ағып жатқан жерге қысым түсіріп, қанды ұйытуға көмектеседі. Егер қауіп кезінде қауіпсіздік белдігі жүкті әйелдің ішін орап тұрса, соқтығыс болған кезде соққы күші тікелей ішке берілуі мүмкін. Бұл жағдайда плацента түгелдей ажырап кетіп, нәресте тыныс ала алмай қалуы мүмкін. Белдікті тақпай-ақ қойсам қауіпсіз болар ма еді деп ойлауың мүмкін. Бірақ көлік кенет тоқтап қалса, денең алға қарай ұшып, ішіңді рульге соғып алуың мүмкін. Сондықтан белдікті іштің астына, жамбастың үстінен тағау керек. Бұл соққы күшін денеге біркелкі таратып, өзіңнің де, балаңның да өмірін сақтап қалуға көмектеседі. Егер зәулім ғимараттан қолшатыр ұстап секірсең, көп адам ол құлауды баяулатуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ желдің күші қолшатырды ішке қарай бүктеп жібереді, сен тек таяқ ұстап қаласың, ал төмен құлап, өліп кетуің мүмкін. Тірі қалу үшін саңылауы парашют секілді үлкен, шамамен 8 метр болатын қолшатыр қажет. Сонда ғана жеткілікті ауа кедергісі пайда болып, қауіпсіз қона аласың. Бірақ күшті жел оны жұлып әкетуі мүмкін. Сол кезде тағы да ештеңесіз қаласың. Маған тіркелсең күнде қызықты фактілер біліп отырасың.